достар, соңғы уақытта әлеуметтік желіден мына жарнаманы көрмеген адам жоқ шығар сірә. Дәл қазір мен сол матчқа келдім. Бүгінгі ойынның орны бөлек, себебі бұл әдеттегідей матч емес. Келген қонақтармен ерекшеленеді, және де бүгінгі келген қонақ ол көптің жүрегінен орын таба білген жас әнші Садраддин. Ендеше бүгін Тараз жастары Қайрат құрамасына есе жібере ме? Әлде өз алаңында жеңіске жетеді ме? Бірге білеміз, кеттік. Бүгінгі матчқа келген жанкүйерлермен тілдесіп көрейік. Бүгін Садраддин үшін келдің бе, әлде матч үшін келдің? Матч. Садраддин. Садыр. Бүгін кім ойнайды білесіз бе? Тараз бен Қайрат. Бүгінгі ойынға көбісі Садраддин үшін келгені белгілі болып қалды, әсіресе қыздар қауымы. Садраддин үшін. Тараз қандай үйінде? Тараз жоқ білмейміз. Тараз ұстады ма? Әрине. Кім жеңіске жетеді деп ойлайсың? Тараз. Обязательно Тараз. Тараз жеңіске жетеді деп ойлайсың ба? Тараз. Қаншада қанша ұтады деп ойлайсыңдар? 2-1. Ойлай берем айға қарап, жанарыңды айдан бұрап, іздеймін мен айға қарап. Ойлай берем айға қарап. Дәл қазір бүгінгі кештің басты қонағы Садраддин тараздық жанкүйерлер үшін өзінің керемет туындыларын тез шырқап беруде бізде тыңдап керемет әсерге бөлініп жатырмыз. Бастамасы жаман емес. Өзіңді ойлай берем айға қарап, Дәл қазір менің қасымда Әділет Насырбайұлы, бүгінгі кештің қонағы Қазақстан футбол федерациясының президенті. Әділет мырза, қош келдіңіз. Бүгін енді спорт күні ғой, сізді құттықтаймын мерекемен. Бүгінгі атмосфераны сезіп жатсыз ба? Иә. Атмосфера керемет енді. Біздің жанкүйерлерімізге мыңда бір рахмет, риза болып тұрмын. Осы Тараз топырағынан қаншама керемет біздің жұлдыздарымыз шыққан. Бүгін енді бір жақсы күн болып жатыр. Әкімшілікпен де келісіп жатырмыз. Бұйырса келесі жыл бізде бір реновация деген сондай бір бағдарламамыз бар. Осында бір үлкен бір стандарттық алаң салып береміз. Сол Таразға балалар үшін. Міне, дәл қазір менің қасымда бүгінгі матчтың бас демеушісі, ұйымдастырушылардың қатарында Тимур мырза. Бүгінгі матчты ұйымдастыруға қанша уақыт кетті? Көп рахмет. Это всегда очень большая работа большого количества людей. И наша цель создания KG-лиги – вывести именно юношеский футбол на новый уровень. Сделать так, чтобы наши дети сейчас, наши молодые футболисты могли играть на уровне профессионалов в Казахстане. И это начинает подтягивать за собой всю индустрию. Люди видят, как можно организовывать спорт. Люди видят, как можно из этого делать праздники. Люди видят, как это можно делать зрелищно. И я уверен, что это будет подтягивать больше спонсоров, больше внимания, больше денег нашему спорту. Наши дети смогут играть больше. Матчта аяқталды, есеп 1-3. Тараз футбол клубы Қайрат командасына есе жіберді. Дегенмен де бұл ойын жеңілісте қатар жүретінін ұмытпайық. Міне, тараздық ойыншылар келе жатыр, бірге сұхбаттасып келейік. Айта кетейін, бүгінгі ойын 2006 жылғы жастар арасында өтті. Жанкүйерлерге алғысын білдіріп жатыр. Сәлем. Ойын қалай болды? Жақсы еді. Өзім тамашалап тұрдым. Бірінші таймда қарқындарың күшті болды ғой. Қай жеріне қате жүріп ойындар? Функционально дайын болмады деп ойлаймыз. Ал бүгінгі атмосфераны ойын барысында сезіндің бе? Бүкіл болельщикке рахмет айтқым келеді. Осы келген үшін, бізге қолдап келген үшін да рахмет. KG-лига Тимур Турловқа рахмет айтқым келеді. Осындай Freedom KG-лиг ұйымдастырғанына. Бүгінгі жанкүйерлердің кетпей тұрғаны сендердің жеңістерің деп білуге болатын шығар. Сол жанкүйерлер болмаса біз бұнда жетістікке жетеміз деп ойламадық. Біз Қайратқа бірінші голда саламыз деп ойламадық. Осы жанкүйерлердің қолдауының арқасында осындай жетістікке жеттік деп ойлаймыз. Енді бірақ та бұған
біз өзіміз довольны емеспіз. Жеңіс құтты болсын. Рахмет. Ойын қалай болды? Ойын жақсы болды, бұндай эмоциялар бізде бірінші рет. Қуаныштымыз жеңіске жеткенімізге. Біз в гостях ойнағандықтан бірінші тайм бізге поляға үйренісу керек болды. Екінші таймда уже собраться еткен кезде бәрі нормально болды. Бұл эмоцияларды мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын, себебі бұны көзбен көру керек. Бәрі керемет болды.